Сәлем достар, жалпы сіздер білесіздер, мен Измирда стажировка өтіп жатырмын. Соған байланысты жалпы Измир туралы қысқаша влог түсірейін деп шешім қабылдадым. Жалпы Измир қаласы бұл Эгей теңізінің жағалауында орналасқан қала болғандықтан, қаланың қай жағынан қарасаң да теңізді көруге болады. Жалпы қала Түркиядағы үлкендігі жағынан 3-ші порт және университет орталығы болып саналады. Және де бұл қала өзінің курорттарымен танымал. Танымал курорттардың бірі ол Чешме. Мұнда бір емес бірнеше жағажайлар орналасқан. Ол жөнінде мен сіздермен келесі влогта бөлісетін боламын. Жалпы бүгін мен сіздермен осы Измир қаласының бір-екі көрікті жерімен таныстырғым келіп отыр. Жалпы видеодан байқап отырсаңыздар, бұл жерде иттер мысықтарға өте жақсы қарайды. Көшеде жүрген иттерге тамақтандырады, арнайы ыдыстары да бар, егер видеодан байқап отырсаңыздар. Және мына жерде сіздер көріп отырсаңыздар, бұл бізде Қонақ ауданы. Қонақ ауданының ортасында бізде Измир сағат мұнарасы орналасқан. Бұл сағат мұнарасы жалпы туристердің көп келетін танымал орындарының бірі болып саналады. Француз сәулетшісі Ремон Шарль Пьер жоспарлаған және 1901 жылы Осман сұлтаны 2-ші Абдулхамидтің 25 жылдығына арнап салынған. Бұл мұнарадағы сағат неміс королі Вильгельм II-ден сыйлық ретінде берілген. Биіктігі 25 метрді құрайды. Және де бұл ауданда сонымен қатар сауда орталықтарда орналасқан көріп отырсаңыздар. Nike, Collins, Mavi деген турецкий магазин бар. Яғни LTB деген дүкендер бар орналасқан. Яғни біраз танымал дүкендерді табуға болады. Және әрине көшеден смиттерді де көруге болады. Олсыз тұрса мүмкін емес, әр жерден табуға болады. Және де көліктерге тоқталатын болсақ, бұл жерде бірнеше жалпы транспорттың түрі бар. Ол бізде метро. Қазір қарап отырсаңыздар, мынау бізде асты. Яғни метроға отыратын жер, және де осы жермен арғы бетке өтіп кетуге де болады. Жалпы бұл жерде автоматтар тұр. Осы автоматтар арқылы мынандай карточканы ақшамен толтырып аласыз, сосын кез келген транспортта осы карточкамен жүре беруге болады. Яғни біздің Қазақстанда оңай картасы сияқты автобустарға төлейміз, сол сияқты осындай автоматтарға ақшаны салып толтырып аласыз да жүре бересіз. Яғни сағат мұнарасына кейін осылай жер асты жол арқылы өтіп, жоғарға көтеріліп, автобустар тоқтайтын аялдамаға барсаңыз болады. Бұл жерде жалпы конечная остановка, яғни соңғы остановка болғандықтан барлық автобустар осында келіп тоқтайды. Мынау тұрған остановкадан 10-ші автобусқа отырсаңыз болады. 10-ші автобусқа отыру арқылы екінші бір көрікті жерге баруға болады. Жалпы автобустың құны 17,50 лира. Яғни примерно 252 теңге егер сізде карточка болатын болса. Ал егер карточка болмайтын болса, онда 19 лира төлейсіз. 19,50 лира төлейсіз. Автобуспен ассансер деген остановкаға тоқтайсыз. Ассансер дегеніміз жалпы түрік тілінен лифт деген мағынаны береді. Бұл остановкада көріп тұрғандарыңыздай бізде Дарио Марино көшесіне келесіздер. Дарио Марино көшесі бұл түрік музыкантының атына берілген көше. Жалпы бұл көше арт дейді ғой, яғни өнер көшесі. Бұнда танымал адамдардың суреттерін көруге болады. Столдарда солай бейнеленген, байқасаңыздар болады. Жалпы көше өте әдемі, жан-жағында кафелер безендірілген. Мына жерде Дарио Мариноның суреті көрсетіліп тұр. Жалпы өте әдемі безендірілген көше, бір ерекше сондай. Жалпы осы көшемен тік жүре берсеңіздер, ассансер тарихи лифтіне келіп тірелесіздер. Бұл ассансер лифті жалпы Измир қаласының негізгі көрікті жерлерінің бірі. 1907 жылы салынған. Қонақ ауданының Караташ кварталында орналасқан. Жалпы тарих бойынша бұл лифт 1907 жылы еврей банкирі және филантроп Несим Леви салдырған. Яғни
жалпы екі ауданды байланыстыру үшін салынған. 1930 жылы лифт мұнарасында кинотеатр, театрланған сахна және фотостудия болған. Бірақ қазіргі кезде мұнда тек қана қала мен теңізді көру алаңы және кафе орналасқан. Бірақ көрініс өте керемет, яғни Егей теңізінің жағалауында орналасқан Измир қаласын толық көруге болады. Және де бұл жерде бұл лифт неге салынды? Себебі екінші аудан 40 метр биіктікте орналасқан, яғни 155 баспалдақтан шығу керек көтерілу үшін. Сондықтан жеңілдету үшін осы лифт салынған. Жалпы қаланы көріп отырсаңыздар, жасыл, өте әдемі, өте таза, барлық инфраструктура дамыған. Сонымен қатар бұл жерде теңіз жолдары, полиция әр жерде байқап отырсаңыздар. Сонымен қатар жағалаудан кемелерді, демалып отырған адамдарды, балық аулаушыларды, туристерді кездестіруге болады. Тағы бір айтатын жайт, бұл жерде светофорлар жасыл жанбайды, тек қана қызыл жанып тұрады, тоқтатып қойған. Видеоны байқасаңыздар, яғни машина жоқ болса, жан-жағыңа қарайсың да өте бересің. Пешеход, машина тоқтайды, тоқтамайды деген, ондай біздегіндей мысалы жасыл жанады, машина тоқтайды. Ондай жоқ бұл жерде, кез келген жерден өте бересіз. Жаңа адамдар өтетін, машина жоқ па, жан-жағыңызға қарайсыз да өте бересіз. Сондықтан егер Турция келіп жатсаңыздар, сол жағынан абайлаңыздар. Жолда негізі пешеходта машиналар тоқтамайды. Мұнда таксилар жалпы американский сияқты сар таксилер. Таксилердің барлығы сар түспен белгіленген. Сонымен қатар бұл жерде трамвай жүреді, метро, трамвай, такси және теңіз жолдары дамыған. Жалпы әртүрлі транспорттың түрі бар. Пароходқа отыру үшін осындай вокзал сияқты здание бар. Сол зданияның ішіне кіріп, алдындағы айтқан Измирім картасы бар. Сол картамен төлеп кіресіз, сөйтіп баратын жеріңізге жетіп алуыңызға болады. Тағы да бір айтатын жай, жалпы түріктер өте патриот халық, яғни қарап отырсаңыздар, Турцияның туын әр жерден көруге болады. Әр жерден, әр үйдің балконынан, машиналардың терезелерінен және Ататүріктің қолтаңбасын көруге болады. Роспись дейді ғой, яғни машиналардың артында, терезелерінде, есіктерінде жабыстырылып тұрған көруге болады. Осымен менің влогым аяқталып қалды деп ойлаймын, себебі байқап отырсаңыздар, мен де остановкама келіп қалдым. Мынау мен тұратын район, сол районда кішкентай парк, мини-парк. Район өте тыныш, өте әдемі, машиналардың бәрін жолға осылай қойып қойғандықтан жолдар негізі көбінесе тар болып келеді, бір машина ғана өтеді. Сол Наоми Гросс деген менің сүйікті супермаркетім, осы Турциядағы танымал супермаркеттар желісі. Сонымен рахмет барлықтарыңызға, влог ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше.